екінші Dragon Ball. Император Пилав, екінші серия. Әңгіменің басы бізде олардың саяхатымен басталады. Гоку өзінің ұшатын бұлтына мініп алады да, олар бір адамды кездестіреді. Сен кімсің деген кезінде, ол сен қолындағы таяқпен бұлтты қайдан алдың деген кезде, бұлтты телепашка атадан, ал таяқты, өшім айтқанда өзінің атасы, короче айтқанда атын ұмытып қалдым, достар. Бұқтан да ол оған қуанып кетеді, атасын, короче айтқанда ол өзінің ұстазы екендігін айтады да, оны алып келуін айтады да оған смело алып келсең, ол отты өшіріп тастайды дейді де. Және де ол оған қазір алып келе салам ғой, брат дейді де. Ол өртті тоқтату керек, және де өзінің қызын алып келе салуын айтады. Ал ол жастама қазір ғана оны айып тастаған есіне түсіреді. Сосын ол қашып кетеген кезінде ол қызды тауып алады да, оны алып кетеді де, оны қазір братан алып кетеміз дейді де, өзі кетіп қалады. Олар короче кетіп баратқан кезінде ол Гоку құлап түседі. Сөйтсе мына қыз екен оны құлатып жіберген. Сосын ол бұлтты қайтадан қайтарып алады да, ол шалдың үйіне жетеді. Сайтама ұстаз, қалайсыз? Сізді шәкіртіңіз шақыруда дейді. Ол кімна деген кезінде гигант дейді де, оған давай кеттік дейді. Сосын ол кетеді де, ол өртті сындыруға келеді. Сосын оның шәкірті бағынады. Ал Ипатом олар қараған кезінде олар шалысады да, олар бірге кетеді де, бұл күш Насыбайдың арқасында дейді де, болшық еттерін дәу қылып алады да, үлкен деп қыттама планеттен нөл деген сөзін айтады да, күштене қолдарын салып жібереді де, Расен Ган Чидори қосады да, өзін арық болып қалады қайтадан. Сосын олар епаным жосқы дейді де, оған ол үйретші деген кезінде 50 жыл керек деген кезінде Гоку 5 минутта үйреніп алады. Оған бәрі таңғалады да, одан ол сен кімнің баласың деген кезінде, ол өзінің атасы, өшім айтқанда атын ұмытып қалдым деген кезінде, ол қайда деген кезінде, оның мерт болғандығын айтады да, ол көңіл-күйі түсіп кетеді. Нәскенде түскен шалға жаман болып қалды. Сосын олар жердің астынан драконның шарды табады да, сосын ол өзінің несі туралы айтады да, оған көрсетеді бәрін деп болғаннан кейін 2 минуттан асырып кетіп қалады. Сосын олар жолда кетіп бара жатады да, бір ауылшыққа соғады. Короче, сол жақтың адамдары олар қуаныш дейді де, бульмадан қорқа бастайды. Сөйтсе осы жақтарда бір қоянның короче несін киген адамдар жүреді екен. Ал ол адамдар короче ауылды басып алатын бандиттар екен. Сосын ол бульма киімін ауыстырып алады да, басыңдағы немене дейді де, оған ал бере салды кетіп қалады. Сөйтсек бұл мына жақта кролик адамдар бар екен. Солар короче бандиттар болғандықтан тупой болып жүре береді де, адамдарды қиратып алмасы тәтті болмағандықтан оларды айырып бульмаға келеді де, мыналарын айтады да, бұл жақта тек қана біз басқарамыз дейді. Ал Ипатом бульма заебалый уже дейді де, өзін заттарын айта бастаған кезінде, сен батылдығын үшін өлтіріп тастайық деген кезінде, Гоку оларды не стоит температурит қылады да, файсуға тіркелмегенде жеңіліп қалады деген сөзін айтады. Ал Ипатом барлығы есіктерін жауып тастап бастарына бәле тілеп алдыңдар дейді. Олар өйткені бастықтарын шақырған екен. Ал олардың бастықтары ол Деки Данияр Дарабоз екен. Дарабоз осы жақында өзі аю емес қоянға айналып кетіпті. Өйткені Апачидан қорқады екен. Сондықтан да бульма оның қолын қағып жүрген кезде сәбізге айналып кетеді. Сосын Гоку оған істейін деген кезінде, Гокуды сәбізге айналдыратын және басқаларын да деген кезінде, Гокуның шыдамы таусылады да,
тепкінің астыңа алынсам қалай деген жоспарын айта бастайды да. Ол қазір бәріңді сәбіз қылып тастайын. Сәбіз орталығында кездесесіңдер деген кезінде тепкінің астында қалады. Сосын жасама келеді. Ол оларды құтқарып алатындығын айтады да. Короче айтқанда оған құс айналасында аттарына шығасың дейді. Сәбізді алып кетеді деген кезінде ол оларды айырып жібереді. Ал содан кейін бізде қоянды көрсетеді. Сосын бәрін сәбізге айналдырам деп Гокуды қорқытып тұрады да. Сосын оның артындағысы наоборот ол қоянға айналып кетеді де. Ол өзіңді сәбізге айналдырып жіберем деп қорқытып жібереді. Сосын олар келе жатып, ол өзінің таяғын қайтадан ұзартып алып мәңк кетеді де. Сен кімсің соншалықты дейді де. Ол бөлманы қалпына келтірген кезінде ол оларды айға апарып тастайды. Міне масқара. Сосын олар жолдарын жалғастырады. Олар кетіп жатқан кезінде бөлма өзінің келесіде армандары бар екендігін айтады. Ал ол болса сенің армандарының кесірінен қауіпсіздігіміз жоқ деп ақтала береді де. Олар кетіп қалады. Сосын оларға бір робот шабуыл жасайды. Ал роботты, короче айтқанда, Лонг көреді де. Короче айтқанда сөйтті да ол роботы уже қашып кетіпті. Лонг сосын арманның кім деп сұрап, масктың астына қалай ұстайды да айта береді. Сосын болма екеуі кетеген кезінде оларда бір мүмкіндік бар деген өзінің событиясын айтады. Драконный шар біздегі бір дейді де. Арманға тек қана бір попутка қалғандығын айтады да. Енді оны тауып алсақ жақсы дейді. Содан кейін жасама кездестіреді де. Жасама олармен бірге кетеді. Ал дудулар болса бір ғана драконный шар жоқ болғандықтан қазір айғай ұрып түсіреміз деген кезінде олар туннельға кіре бастайды да. Тұзақтар көп болғандықтан бәрі айырылып қала береді. Содан кейін олардың барлық күштерінен тек қана тіптен ақ жарылмай қалады да. Адудудың беті шығады. Шарды маған берсеңдер, сендер үшін командаларына бір тілек орындатам деген кезінде Бульма оған нәфик деп шешеден кетіп атады. Ал Ипатом ол уже оны өз көз алдына келіп, қазір жыныма тие берме деген сөздерін айтады да. Ал әрі қарай не болатынын білмейсің деп оны өлтіріп тастай салатындығын айтады да. Ал онда содан кейін не болады деген кезінде ол болса он кетіп қашеу деген кезінде ну боқтама ше дейді де оны шығарып жібереді. Ал олардан короче қайтадан ұйықтататын түтін шығады да. Адудың өзі короче ұйықтататын газ салынатын маскасын ұмытып кеткен екен. Сосын ол драконный шарды алады да далаға шыққан деген кезінде ол талбандар есікті жабып ұмытып кеткен екен. Сосын олар уже қаша бастаған кезінде енді оларда тұзақтар көп болады да. Бәрібір де олар Адудың таппай қалған кезінде ол өзінің несін істеген кезінде ол бір нені жадырады да екеуін ана жаққа жіберіп жібереді де. Лонг пен қоян ана жаққа келеді де. Ол бәрібір де үлгермей қалып драконды тірілтіп жібереді. Ал Ипатом олар тесіктен қарай бастайды. Ал Ипатом қайтадан теседі. Бірақ қайтадан мүмкіндік болмайды. Ал содан кейін оның уже такта арманы орындалайын деген кезінде ол менің қалайтын затымда келді айғайлайды. Ал Ипатом оның қалайтын заты түседі неменен. Артық кетіп барасыз мәке. Дейді драконный шар 7 әлемге бөліп кетеді қайтадан. Ал Ипатом бізде Лонгты өлтірем деген жоспары бар. Адуду оларды арттан жібереді. Ал сол кезде жасама мен олардан кетіп қалады да. Енді қалғандары оларда қасқырлар. Ана жол жек қойған қасқырлары.
ата бабасы шәр деген кезінде ол оларды тамақ деп ойлап қалып айыра бастайды. Содан кейін жасамада екеуі қосылады, және де бірақ олар ұсталып қалады. Алады да оларды бір жерге қамап қалады да үстінде стекло және де шет-шеттері темір болғандықтан енді сендер күннің көзіне күйіп өлесіңдер деген кезінде Бульма өзінің күнге арналған өзінің затының кремін ұмытып кеткен екен. Енді олар негірі болады. Бірақ ничего страшно деген жасамаға келеді. Біз бәрібірден негір болсақ та тамақ боламыз деген сөздерін естеріне түсіреді де. Ал кішкентайлар болса өздерін түсінбейді де өздерінің стеклоны сындыра алмайтын екендігін айтады да. Оларға ол Гоку айға қараса ол атасын өлтіріп тастағандығын айтып, айға қарамайтындығын айтады. Ал олар болса айға қарама деген айтады да. Ал Гокудың басы істемейді, кішкентай бала болғандықтан смел қарай салады. Ал сол кезде оның басы айналып, Кинг-Конгқа айнала бастайды. Смел айналып кетеді де Адудың базасын шашып тастайды. Адудың өзі түшіп қояды да қаша жөнеледі. Ал и потом Бульма және де жасама оларды құтқарып алады. Сосын ол кері қарай қайтып оларды өлтіріп тастаймыз деген кезінде ол барған кезінде Кинг-Конгты ваще ашуландырып алады да ваще қашып кетеді. Сосын олардың қашып жатқан несі бөлініп кеткен кезінде Бульма жастардың арасында қалып қойған кезінде оны жасама құтқарып алған кезінде бәрібір де оны Кинг-Конг ұстап алады да бәрін ұстап алған кезінде оның құйрығына жабысып қалған кезде оның әлсірей бастаған несіне түсіреді де оны қиып таста құйрығын дейді. Қиып тастайды. И потом Адуды қорқатты, енді пистолетпен атып өлтірем ба деген жоспарын айтады да олар басқа жаққа кетіп қалады. Содан кейін Гокулар хотя бы күннің астында шірімедік деп қуанады. Ал және де олар екі жаққа бөлінетіндерін айтады да жасама мен Бульма кетеді, ал Лонг пен қоян кетеді. Ал Гоку өзі жалғыз кетіп таспаққа Сайтаманың атасына жолығатындығын айтады да олар барлығы кездескенше дейді де Император Пилаф аркасы аяқталады.